Әрбір жеке адам өмірінің маңызды бастауы рухани өзегі отбасы. Мұндағы мақсат отбасылық құндылықтарды нығайту, әлеуметтік мемлекеттің негізі болар бала мен оның құқығын қорғау. Қоғамның болашағы да, елдің келісім мен өркендеуге жетер жолы да берік отбасыға байланысты. Халқымыз тегін отан отбасынан басталады демеген. Жаңа конституция жобасына отбасы мен неке қатынастарын реттейтін норманы енгізу неке институтының құқықтық мәртебесін айқындап, әлеуметтік өзгерістер жағдайында отбасының құндылық бағдарын нақтылауға ықпал етеді. Ата заңдағы осы жаңашылдықтар мен өзгеде маңызды мәселелер жайлы бүгін студияға саяси сарапшы PhD Жандар Асанды шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Жандар мырза, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Енді әңгімені төтесінен бастайықшы. Сізді жаңа конституцияға қатысты қай сұрақ көбіне толғандырады және де қарапайым азаматтар үшін не өзгереді? Рахмет. Халықтық конституция деп ат қойып айдар таққан ата заңымыздың жаңа жобасы бұл мемлекет пен халықтың арасындағы байланысты, беріктікті және де қарым-қатынасты жаңа бір деңгейге көтеретін бір маңызды тетік болды, маңызды қадам болды десек, артық айтқандығымыз емес. Бұл сөзімізге айқын бір дәлел, осы жаңа конституция қабылданады деп хабарлама шыққаннан бері қоғам өкілдері тарапынан, халықтың әртүрлі өкілдері тарапынан көптеген ұсыныстар келіп түсті. Күні бүгінге дейін 12 мыңнан астам ұсынысының келіп түсуі бұл біздің осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының және де мемлекет пен халықтың арасындағы қарым-қатынастың жаңа бір деңгейге көтерілгенін айғақтайды. Жалпы осы ата заңымыздағы ең бір маңызды мәселе отбасы, неке мәселесі және де мынау бала тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау, бұл осы қоғам тарапынан үлкен бір назар аударылып отыр. Бұған себеп жоқ емес, себебі халқымызда отбасы құндылығы, отбасы институты бағзы замандардан бері үлкен бір басымдыққа ие мәселе болып табылады. Жалпы отан отбасынан басталады деуде осы біздің халқымыздың бұл мәселеге шетін қарамай үлкен маңыз бергенін айғақтайды. Жалпы қазіргі жаһандану заманында отбасы құндылығын дәріптеу, бала тәрбиесінің жауапкершілігін арттыру және де ер мен әйел арасында қарым-қатынастар үлкен жауапкершілікті және де маңызды тетіктерді басымдықта айқындайды. Сондықтан да Конституцияның 30-шы бабында осы отбасы құндылығына байланысты маңызды тармақтар қарастырылды. Атап айтқан болсақ, неке бұл ер мен әйелдер арасындағы тең және ерікті одақ деп Конституциямызға тұңғыш рет жазылып отыр. Отбасы институты бұл мемлекет ішінде стратегиялық маңызға ие. Отбасындағы тыныштық сәйкесінше мемлекеттегі тыныштық, отбасындағы тұрақтылық сәйкесінше мемлекеттегі тұрақтылық деп қарастыруға болады. Бұл жалпы 30-шы баптың осы 4 тармағындағы мәселелер біздің идеологиямыздың, мемлекеттік идеологияға да үлкен септігін тигізеді. Атап айтар болсақ, мынау гуманистік идеялар, адамгершілік мәселелер де осы бапта толыққанды қарастырылған және де осы ата заңымыздағы әр бап, әрбір тармақ, әрбір жаңағы сөздің үлкен бір мағынасы бар, үлкен жауапкершілігі бар. Сондықтан да бұндағы жазылған сөздердің барлығында ертең сәйкесінше осы конституцияның негізінде жаңа кодекстерге түзетулер енгізеді. Жаңа баптардың шығуына, жаңа заңдардың шығуына тың серпін береді. Сондықтан да ата заңымызда көрсетілген тармақтарда осы 30-шы баптағы неке мен жаңағы неке мәселесіне үлкен бір маңыз беріліп отыр. Мынау неке туралы куәлік. Бұл куәлік, бұл ерлі зайыптылардың арасындағы конституция деп қарастыруға болады. Бұл сәйкесінше неке туралы куәлік бұл жаңағы отбасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Отбасының жаңағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Отбасындағы бала тәрбиесінде жауапкершілік және де мынау сәйкесінше отбасы институтының маңыздылығында серпін беретін болып табылады. Бұдан бөлек осы жаңа заңда көрсетілген, жаңа конституциялық жобада көрсетілген отбасы институтындағы маңызды тетіктер мынау бала тәрбиесіне жауапкершілікті қарастырады. Әрине, өкінішке орай соңғы жылдар мынау осы қоғамдағы түрлі жаңағы келеңсіз мәселелер бала тәрбиесіне қатысты. Егер де отбасында бала тәрбиесінде қандай да бір кемшін түсетін тұстар болса, сәйкесінше бала
тәрбиені және назарды даладан іздейді, әлеуметтік желілерден іздейді. Бұл сәйкесінше бала тәрбиесінде қандай да бір қисынсыз, жаңағы жүйесіз мәселелердің туындауына септігін тигізеді. Сондықтан да жаңа тармақта, жаңа 30-шы бапта бала тәрбиесіне әке мен ана бірдей, екеуі де бірдей жауапты деп көрсетілген, астын сызып айтылған. Сонымен қатар осы 30-шы баптағы тағы да бір мәселе, кәмелет жасына толған бала ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті делінген. Яғни тиіс емес, міндетті. Яғни қазіргі әрине қоғамда тағы да бір келеңсіз мәселенің бірі, мынау қарттар үйіндегі жаңағы қараусыз қалған егде жастағы азаматтардың пайда болуы. Мінекей бұл да өз кезегінде осы қоғамдағы иммунитеттің, қоғамдағы осы келеңсіз мәселелердің тосқауыл қойылуына септігін тигізеді деп пайымдаймыз. Енді отбасы ұғымының конституциялық деңгейде нақтылануы қоғамдағы құқықтық айқындықты арттыра ма, әлде әлеуметтік пікірталас тудырады деп ойлайсыз ба? Соңғы бір жүргізілген сауалнамаға байланысты қазақстандықтардың басым көпшілігі, яғни 89-90%-ға жуықтығы бала тәрбиесіне байланысты. Және де мына ерлі зайыптылар арасындағы мәселедегі отбасындағы басты бір тетікті ол сыйластық, ол татулық және жауапкершілік деп бағамдайды. Сәйкесінше бұл мынау қазіргі адал азамат тұжырымдамасында пайда болуы осы отбасындағы тәрбиеге тікелей байланысты. Себебі егер де отбасы ошақ қасында жаңағы беріктігі әрі үйлесімді болуы, бұл сәйкесінше мемлекеттің де үйлесімді дамуына септігін тигізеді. Сондықтан да ата заң жобасындағы қарастырылған осы бір мәселелер бұл қоғам арасында үлкен бір қолдауға ие болатындығын белгілі. Себебі қазіргі сөз басында айтқандағыдай жаһандану кезеңінде мынау әлемдік жаңағы осы үдерістер белең алған кезеңде өзегімізден айнымау, сонау бабадан балаға мирас болып келе жатқан отбасылық салт дәстүріміз, ата мен әжелер мектебі, аналар мектебі, әкелер мектебі деген сияқты біздің сонау мирас болып келе жатқан құндылықтарымыздан ажырамау, бұл сәйкесінше осы отбасылық институттың мызғымастығын қамтамасыз ететіндігін атап кету керек. Түсінікті. Жандар мырза, рахмет сізге студияға келіп ой бөліскеніңізге. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда қонақта болған саяси сарапшы PhD Жандар Асан.